أنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. Hak Teala Hazretleri halkımızın bereke birliğinde kayıtıp halk değil sayılan Nursultan'ın aburu atak hakkı ölsün elimde eğgili ve tarihin defterine tükelsin. Halka ziyan geltiresin, uyuşulduk adet çoğulsun, bir yerinden kol, bir ağızdan söz çıkarıp halkımızın böyle istemciyecekmiş, ol bulursun. Атаңнан бота емес, бата қалсын. Халқымыздың рухани кеңістігін байытқан ұлттық дәстүріміз, тағылым мен тәрбиенің әмбебап құралы, адал ниет, жақсы тілек білдірудің бірегей жолы, бата туралы бірер сөз. Бата қазақ фольклорының дербес, шағын жанры. Халқымыз батаны қысылғанда қуат, қиналғанда медет беретін, әрбір іс-әрекетіңе даңғыл жол ашып, бәле жаладан қорғайтын қасиет деп есептеген. Сол себепті адам өмірінде кездесер ірі-ұсақты жақсылық қуанышта, алыс сапар, қатерлі жорықтарда көпті көрген ақсақалдар, аузы дуалы, сөзі киелі билер, ел ағалар мен атақты адамдар қол жайып бата беріп отырған. Қазақта дауыс жететін жерде еркек отырса, әйел бата бермейді дегенде тәмсіл қалған. Әуел Алла қолдасын, еш жамандық болмасын. Бөденедей қорғалап, құмырсқадай жорғалап, қыдыр бабам қолдасын. Аллаху акбар. Бата мағыналық тұрғыда екі үлкен түрге бөлінеді. Ақ бата және теріс бата. Ақ бата жақсылық, амандық, молшылық, бақытты өмір тілеу мақсатын қамтиды. Ал теріс бата ел ішіндегі дәстүрді бұзып, ата салтын аттаған адамның іс-әрекетін құптамаған кезде ел ағаларының қолын сыртына жайып айтатын қарғыс түрі. Халқымызда пәленшеден бата алған деген сөз бар. Шынында жақсының шарапаты жұғып, қыдырдың батасы дарыған тұлғалар жетерлік. Мысалы, Жәнібектің нағашысы Қазыбекті іздеп барып бата алғаны, Төле бидің Қойгелді батырға, Құрманғазының Динаға, Жамбылдың Кененге берген батасы соның дәлелі. Қазір құлақ жейтін бала бата беретін дана азайып бара жатыр деген пікір де жиі айтылады. Арасында бата сөзі бүгінгі таңда алғыс, тілек ретінде ғана қолданылып жүр. Тіпті оның негізгі құрылымы мен сипаты да жойылып бара жатқандай. Қарияларымыз егіндегі сақал мен иығындағы шапанның салмағын сезіп, батаның бағасын биіктете берсе дейміз.